Айтылмаған әңгімелер каналына қош келдіңіз. Қабірстанға жұмысқа тұрып нем бар еді. Жоғарғы класста оқып жүргенде жаз айларында ұл балалардың көбі уақытша жұмыс істеп, ақша табуға тырысатын. Ол кезде балалар істейтін жұмыс та көп емес тұғын. Оған қоса жауапкершіліктен қорқып балаларды жұмысқа алмайтын. Сондықтан таныс біліс арқылы іздестіріп табылған жұмысты істей беретінбіз. Сол жылы жазда көршіміз қабірстандағы табытшыға көмекші қажет екенін айтты. Табытшының аты жөнін сұрап алдым да, қабірстанға бардым. Көршінің жібергенін айттым. Табытшы көп сөйлемейтін кісі екен. Маған міндетімді қысқаша түсіндіріп, алатын жалақымның мөлшерін айтты да қолыма көше сыпыртқы ұстатты. Менің міндетім қабірстанның ішін сыпырып тазалау. Сонан соң табытшыға белгісіз адамдарды жерлеуге көмектесу. Белгісіз, туған туысы жоқ адамдардың жиі жерленетінін сонда білдім. Табытшы оларды киіндіріп табытқа салып көмеді екен. Сол үшін үкіметтен жалақы алады да, және тапсырыспен табыт жасап көлденең ақша табатын көрінеді. Сондықтан қабірстанның ішін тазалауға уақыты жетпейді екен. Солай жұмыс басталды. Тек дайын табыттар мен белгісіздердің мәйіті тұратын қойманы тазалау маған қиындау болды. Өйткені қойманың ішінде үнемі жағымсыз иіс тұрады. Сонан кейін ол жерде мәйіттердің жатқанын білген соң бойымды қорқыныш билеп мазам кететін. Әйтеуір тез-тез сыпырып тазалап шығып кетуге асығатынмын. Қорыққан соң ішін тазалағанда қойманың есігін ашып қоятынмын. Бірде әдеттегіше қойманың есігін ашып қойып, ішін тазалап жатқам. Жел ұйтқып қойманың есігі жабылып қалды. Қорыққаннан құйқам шымырлап кетті. Жүгіріп барып есікті ашайын десем, есік ашылмайды. Әрі-бері жұлқыладым, ашылмады. Бойымды қорқыныш билей бастады. Көзіме табыттар қозғалып, табыт ішінен ыңыранған дауыстар шыққан сияқты болды. Табыттардың ағашы сықырлайтын секілді. Жаным мұрнымның ұшына келді. Сол сәтте ту сыртымнан біреу әй десе, жүрегім жарылып кететін шығар. Енді шындап қорқа бастадым. Есікті соққылап айғайлап табытшыны шақырдым. Қас қылғанда табытшының табыт жасайтын шеберханасы қоймадан әудем жерде орналасқан еді. Қанша айқайласам да ол кісіден жауап болмады. Түс ауған мезгіл болатын. Ондай кезде қабірстанға келушілер де некен саяқ болады. Енді ешкімнен қайран болмасын ұқтым. Шығатын жер іздеп жан-жағымды көзбен шола бастадым. Іздегенім табылғандай, қойманың жоғарғы жақ қабырғасындағы кішкентай тесіктердің біріне адам сиятын сияқты. Бірақ дәл сол тесіктің астында екі қабат сөре тұр. Бірінші қабатында табыттар жинаулы екен, ішінде мәйіті бар шығар деген ой келгенде, жон арқамнан құмырсқа жүгіріп өткендей болды. Денем тітіркеніп кетті. Бірақ өзге амал жоқ. Не болса да бірінші қабаттағы табыттардың үстінен аттап, екінші қабатқа шығып, тесікке жету керек. Енді мында тағы біраз тұрсам, табыттар жүре бастайтын сияқты. Тәуекелге бел байлап төр қабырғадағы сөреге қарай жүрдім. 4-5 қадам басқанда оң жақ қабырғада сүйеулі тұрған табыт құлап кетті. Қақпағы ашылып, ішінен адам секілді бірдеңе маған қарай домалағанда жан даусым шығып, айғайлап, сөреге қалай шығып кеткенімді білмей де қалдым. Сөренің екінші қабатына шыққан соң артыма қарасам, жаңағы табыттан домалап шыққан ескі дорожка екен. Ол жерден тез шығуға асығып қабырғадағы тесікке қарай жүре бергенде сөреге төселген тақтай сынып кетіп, бірінші қабаттағы табыттың үстіне түстім. Қақпағы ойылып, бір аяғым табыттың ішіне кіріп кетті. Сол сәтте сөренің жақтауынан ұстап үлгердім. Аяғыма ағаштың жаңқасы кіріп, жанымды шығарып барады. Қанша талпынсам да аяғымды табыттан шығара алмадым. Құдды аяғымды қақпан қапқандай, аяғымның ауырғаны жаныма қатты батып барады. Бұл қақпаннан өзім құтыла алмасымды білген соң бар даусыммен айғайлап көмекке шақырдым. Абырой болғанда сол сәтте табытшы темекі шегу үшін шеберханадан шығып менің айғайымды естіпті. Ол келіп есікті ашқанда жарық дүниенің есігі ашылғандай болды. Ол табыттың қақпағын сындырып аяғымды босатып мені жерге түсіріп алды. Бірақ мен өздігімнен жүре алмадым. Аяғым ауырып бастырмады. Табытшы мені машинасына отырғызып дәрігерге апарды. Аяғымның қанын сүртіп тазалаған соң не болғанын сұрады.
Аяғыма ағаштың жаңғасы кіріп кетті деген жауабыма таңырқай қараған дәрігер, жарақат ағаш жаңқасынан емес, мынау тістердің ізі дегенде біз аң-таң болдық. Сонан соң дәрігер менің аяғымды дәкемен таңып болды да, табытшыға сіз қала тұрыңыз деді. Қала тұрыңыз деді де, маған сен дәлізге шығып күте тұр деді. Олар 5-10 минуттай сөйлесті. Дәрігердің алдынан шыққанда табытшының жүзінен үрей байқадым. Қанша сұрасам да, ол дәрігердің не дегені жайлы тіс жармады. Сол жағдайдан кейін жұмысты қойдым. Аяғым жазылғанға дейін үйде жаттым. Арада 2 ай өтпей табытшы жұмбақ жағдайда қайтыс болды. Ол жайлы көршіден естідім. Әлі күнге дейін табыт ішінде аяғымды қапқан не болды екен деген сауал ойға жиі оралып тұрады. Әңгіменің соңы. Айтылмаған әңгімелер каналына қош келдіңіз, тыңдарман. Білесің бе, ағай, мен саған өлердей ғашықпын. Мен қаладағы колледждардың бірінде сабақ беремін. Жасым 38-де. Қысқасы, менде не керектің бәрі бар. Жұмысыма автокөлігіммен таңғы 6-да шығатынмын. Бір бағытта көлік тоқтатып тұрғандарды қалаға өзіммен бірге алып кететінмін. Сондай салқын күздің күндерінің бірінде талғамды киінген өте әдемі бір қызды жол бойында такси ұстап тұрғанын көріп, көлігіме отыруын өтіндім. Тал бойынан мін таппассың. Аяғы оқтай түзу, қасы қап-қара, көзі мөп-мөлдір. Белі бір қолыңа сыйып кететіндей. Өтінішімді қабыл алған бойжеткен асықпай көлігімнің алдына жайғасты. Етігінің бағасының өзі бір менің айлығыммен бірдей ау. Сабақтан қалып бара жатыр едім, тездетіп жеткізіп саласың ба? Деді қыз қос қолымен көлігімдегі салонның жоғарғы жағындағы айнаны аша көзін бояуға көшіп. Мақұл қарындас, тез жеткізіп салайын, дедім жылдамдығымды үдетіп. Қала ұзақ болған соң жұмыс, сабақ туралы сөйлесе кеттік. Анда-санда қыздың жалтыраған қос санына еріксіз көзім түсіп кететінін де жоққа шығармайым. Бірақ арам ойымды адал ниетім басып кетті. Қыз мен сабақ беретін колледждің 1-ші курс студенті екен. Сабаққа жақында ғана барғанын айтты. Неге соншама күн сабаққа бара алмағанын сұрағанымда, әкем мен шешем көлік апатынан қайтыс болды. Қатты қайғырғаннан есімді енді жидым деді. Әжесімен бірге тұрады екен. Сонда сен маған сабақ бересің ба не? Деді қыз тағы сенге көшіп. Иә, мен сенен әлде қайда үлкенмін. Сіз дегенің дұрыс, дедім сыпайы болуға шақырып. Сен күнде осы уақытта шығасың ба? Деді қыз. Иә. Онда колледжге бірге келейік та. Мақұл. Ақшаңды төлеймін ғой, деді қалтасынан 1000 теңге шығарып. Жоқ, қажет емес деп алмай тұрып алдым. Жұмысқа барарда қызды жолай алып кететінді әдетке айналдырдым. Кейде ерте боянып отырып қалғандықтан кейде кеш шығатын. Еркекпін ғой, күттім деп қырсықпайтынмын. Колледжге екеуміз бірге келетінбіз. Маған үйренгені соншалықты кешке дейін мені күтіп бірге қайтатын болдық. Мен бойжеткенді үйдегі қарындасымдай көрдім, тек ағалық сыйластығымды көрсеткім келді. Алайда ол қыз маған ғашық болып қалған екен. Бір күні таңертең жолға шыққанымда қыз көрінбеді. Не боп қалды екен деп телефон шалып едім. Таңға жуық әжем қайтыс болды. Мен сабаққа бара алмаймын, деді жылауымен жауап беріп. Сен қайдасың? Деп едім, мекен жайын түсіндіріп айтып берді. Жұмысымнан сұранып қыздың үйіне келдім. Кісілер келіп жатыр екен. Қызға қайғырып көңіл айттым. Алған айлығымның жартысын бердім. Жерлеуіне қатыстым. Колледж әкімшілігі мен курстастарда құр қол отырмай, қаржылай да, рухани да жан-жақты көмектесті. Кемпірдің қызы болған ерке бойжеткен әжесінің дүниеден өткенін көтер алмай, ауыр күйзеліске түсті. Сабаққа тек бірнеше күннен кейін ғана келді. Мен жиі хабарласып, рухани қолдау көрсетіп тұрдым.
бір өзі ғана тұрғандықтан үйіне баруға ұялдым. Пәндер қатарына менің де сабағым қосылғандықтан бойжеткен енді менің студентіме айналды. Менің дәрісімді ұйып отырып тыңдайтынын бүкіл аудитория қалжыңдап айтатын. Оқу жылы аяқталар уақытта кешке бірге қайтып бара жаттық. Бір кезде бойжеткен ойбай деп тізесін ұстады. Не боп қалды деп едім, көлікті дереу тоқтатып, тізем қақсап ауырып кетті. Үйге өзім кіре алмайтын сияқтымын, деді. Мені көтеріп апара аласың ба? Дегендей. Қой, ұят болады, дедім, әдейі істеп тұрғанын сезіп. Аяғым бастырмай қалды ғой енді, деді. Қыз өтірік жыламсырап. Қырсық ерке мінезін ескердім. Жарайды, дедім. Бір кезде көліктің алдыңғы есігін ашып, қызды көтеріп алдым. Сөмкесінен кілтті алып есігін ашты. Үйі тап-таза жинақ екен, үстелдің үстін жайнатып, торт пен вино қойып қойыпты. Жоқ, мені төсегіме дейін апар, дейді. Студентім. Одан сайын қырсығып. Көтеріп кіріп келе жатыр едім. Білесің бе, ағай, мен саған өлердей ғашықпын, деді қырсық қыз іштегісін жасыра алмай. Мен сенің ағаңдаймын, ұят болады, дедім. Үйінен тез шығып кеткім келіп. Ұят ештеңесі жоқ. Ұлы сөзде ұяттық жоқ. Мен еркек атаулыны жек көретін едім, тек сенімен ғана жүргім келеді, деді, мені төсегіне тартып. Вино ішіп, торт жеп, таңға дейін болайықшы, деді галстугыма жармасып. Кетіп қалсаң өзіме өзім қол салам, деді. Қыз мені одан сайын қорқытып. Жалғыз қалғанымды, жалғыз тұратынымды білесің, тайып тұрсаң өзімді өлтіре салам, деді қыз виноны ұрттап алып. Өгізді де сындырмас, бұқанды өлтірмес үшін айлаға көшуге мәжбүр болдым. Жарайды, ашуланбашы деп үстелге отырдым. Көздегенім қызды мүмкіндігінше тез ұйықтатып кету еді. Виноны сілтеп отырғанын көріп, тоқтата алмадым. Қыз, келші, жатайықшы дегенде, нәпсінің құрсауында қалып қойдым. Төсекке жақындап қалғанымда қыз маған үйдегі қарындасымдай болып елестеп кетті. Елестеген елес, аға, сізді жас қыздың абыройын ластайтын жексұрын оңбаған деп ойламаппын, деп күбірлегендей болды. Аяқ қолым қалтырап, шешкен галстугымды қайта тағып ала қойдым да, костюмымды қайта киіп алдым. Қыз ішімдікті көтере алмай масайып ұйықтап қалған еді. Есік ішінен жабылып қалатынын біліп, аяңдап сыртқа шықтым. Өмірі темекі тартпайтын едім. Салонда бардачокта қалып қалған бір әріптестің темекісі есіме түсіп, сіріңкеммен тұтаттым. Темекі шегу арқылы өзімді сабырға шақырғандай едім. Жөтеліп, тұншығып жатып әрең шектім. Сәл қалғанда бір қыздың өмірін күл талқан етер едім, дедім. Дұрыс шекпеген темекімді табаныммен таптай өшіріп. Сабаққа бармайтынын сезіп, таңертең қыздың үйіне қайтып келдім. Екеуміз ұзақ сөйлестік. Қыз менен кешірім сұрады. Мен сабағына көмектесетінімді айттым. Сабақты тастамауын өтіндім. Жанын салып оқуға көшті. Үздіктердің қатарынан көрініп, курстастары арасында бедел өсті. Колледжді бітіріп, диплом алар күніне арнайы барып қайттым. Сонда қырсық қыз: рахмет сізге, ағай. Сіз менің өмірлік рухани ұстазымсыз, деді. Маған бірінші рет сіз деп сөйлеп. Колледжден соң жоғары оқу орнына түсті. Кейін магистратура мен докторантураны да бітіріп, Астанаға үлкен қызметке орналасқанына куә болдым. Түйін. Қыздарды қарындасыңдай көр. Абыройлының абыройын айрандай төкпе. Не істесең де, сол арамдығыңның салдары өзіңе қайтып келмек. 60-шы жылдардың аяқ кезінде ғой деймін, Зайыбыммен екеуміз Алматы-Мәскеу пойызымен Түркістанға бара жаттық. Біздің купеге тағы бір егде тартқан кісі әйелімен отырды. Еркегін ауру қалжыратқан болса керек, иығынан дем алып әрең отырды. Дәрігердің кеңесімен климат ауыстырғалы Алматыдан Украинаға кетіп бара жатқандар болып шықты. Біз әдеп сақтап әңгімеге араласа қоймадық. Бірақ пойыз жылжып қозғалысымен көрші купеден келген бір әйелдің: сонда сіздер қалай? Өкінішсіз кетіп бара жатырсыздар ма? Деп қалғаны. Мұндағымыздың несіне өкінейік? Не көрмеді дейсің? Бәріне де шыдадық қой.
деп көршінің әйелінің көкірегі қарс айырыла қалды. Осы бір сәтте манадан бері тұнжырап үндемей отырған күйеуі әңгімеге араласып: «Ей, оңбаған, сен бұл елден қандай зәбір көрдің? Барымен бөліскені ме? Саған жаюлы төсек болып қиын-қилы мезетте аузыңа су тамызғаны ма? Олай болса мен айтайын, сіздер тыңдай беріңіздер», деп әңгімені жалғастырып алып кетті. Соғыс аяқталып келе жатқан кез, майданда мен бір қазақ жігітімен достасып кеткен едім. Достығымыздың шексіздігі сонша соғыс біткеннен кейін Украинада ма, әлде Қазақстанда ма бірге тұруға уәделестік. Сөз бердік. Тағдыр бізді тілегімізге жеткізбеді, ол оққа ұшты. Аман қалған менің де жағдайым оңған жоқ. Елге оралғанда көргенім біздің деревняның жермен жексен болғаны. Ата-анамның қайда кеткенін де ешкім білмейтін болып шықты. Военкомат арқылы берілген сұраныс та нәтижесіз болды. Далада жалғыз қалғандай сезініп, не де болса Қазақстанға кетуге бел байладым. Қасақана досымның адресінен де көз жазып қалыппын. Қазақстан деген елде менің білетінім тек Алматы еді. Пойызға отырып, Алматыға келген соң вокзалда әрі-бері теңселіп жүріп алыппын. Мұны байқаған бір қазақ әйелі: «Балам, мұнда біреуді іздеп жүрсің бе?» деген соң бастан кешкенімді айтып бердім. «Байғұс әйел, екеуміз мұндас екенбіз. Қарағым, мен де баламды күнде күтіп осында келем. Ол елге қайтпай-ақ қойды», деп көзіне жас алды. «Жүр, біздікіне барайық. Бір таба нан мен бір шәугім қайнаған су табылады ғой», деп менің жүгіме жармасып үйіне алып келді. Тап-тұйнақтай бір бөлмелі үй. Шәй ішіп қуаттанып алдым. Жатар орын іздеп кетейін дегенімде қолымнан тартып жібермеді. Сөйтіп сол үйде тұрып қалдым. Баласы әскерден қайтып оралмады. Күте-күте менің қолымда қайтыс болды. Мұсылманша ақ жауып, арулап, о дүниеге шығарып салдым. Жалғыз қалған соң көп ұзамай үйлендім. Балалы шағалы болдым. Әкеден жалғыз едім. Ата-анамның сүйегінің қайда қалғанын да білмеймін. Мұнда екінші анам қалып барады. Егер денсаулығы құрғыр жараса, Алматыдан ешқайда кетпеген болар едім. Осыны айтты да: «Сен антұрған сонша түңілетіндей қазақтан не жаманшылық көрдің?» деп әйелінің қылығына ренжіп, ызаға батып, булыққан қалпында егіліп жылап қоя берді. Естелік иесі Өзбекәлі Жәнібеков.